Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен мынандай есеп қарап, тығыздық функциясы берілген, яғни x-ке үй оқшауланмасының үлестірім тығыздығы функциясы берілген. Осы үлестірім тығыздығынан біз табуымыз керек моданы. Екі вариант қарайық. f от x бір вариант, g от y екінші вариант. Әрқайсысына жеке-жеке мода табайық. Моданы табу үшін тығыздық функциясының туындысын алып, нөлге теңестіреміз. Тығыздық функциясынан туынды алып, соны нөлге теңестіреміз. Сонда 12x квадрат минус 12x кубтан туынды аламыз. Нөлге теңестіреміз. 24x минус 36x квадрат тең нөлге. Ортақ көбейткіш шығарайық. 12x шығарайық. 1 минус 2 минус 3x болады. Сонда x тең 0 и x тең 3-тен 2 деген 2 түбір шығады. Енді арғата тығыздықтан мода тапқанда біз ана y-тен болады f от x функциясынан аб кесіндісіндегі ең үлкен ең кіші мәндерін табыңыз деген есептер болады ғой. Дәл сондай есепке ұқсайды. Яғни туындыны таптық, нөлге теңестірдік, түбірлері шықты. И орнына келіп қоямыз, мына тығыздық функциясына келіп қоямыз. Яғни 0 деген бізде берілген аралығымызда тұр, шеткі мәннің өзі 0 болып тұр. 3-тен 2 деген берілген мына 0 мен 1-дің арасында бар. Сондықтан біз мынандай үш вариант қараймыз. 0-ді аламыз, 3-тен 2-ні аламыз, и 1-ді аламыз. Осы үшеуінің қайсысынан ең үлкен мәнді қабылдайды, сол бізде мода болады. Түсінікті ғой, мысалы мына аб кесіндісіндегі ең үлкен мәнін табыңыз десе, біз туындыны аламыз, 0-ге теңестіреміз, қандай да бір түбірлер шығады. Сосын берілген аралықта сол түбірлер бар ма қараймыз. Егер бар болса, онда біз fx1-ді аламыз, f-аны аламыз, f-б'ны аламыз ғой. И сосын қайсысында ең үлкен мәнді қабылдайды, сол функцияны ең үлкен мәні деп жазатын едік. Дәл сондай есеп болды. 0-ді әкелеміз, қоямыз. 12 көбейтем 0 квадрат, 1 минус 0. И ол бізде 0 болады. 3-тен 2-ні қоямыз. 12 көбейтеміз 9-дан 4, көбейтеміз 3-тен 1 болады. 1-ден 3-тен 2-ні алғанда. Сонда бізде 9-дан 16 деген шығады. 1,1 нәрсе. И 1-ді әкеліп қоямыз. 12 көбейтеміз 1. Жақшаның ішінде 1 минус 1 0 болады, ол 0 болады. Демек, бұл жерде ең үлкен мән қабылдап тұрған 1,ді қабылдап тұр. Нешеде? 3-тен 2-де. Демек, мода бізде 3-тен 2-ге тең болады. Түсінікті болар, иә? Дәл солай, мысалы, жат y-ті қарайық. Жаңағыдай туындысын табамыз, 0-ге теңестіреміз. Яғни 2y-дің туындысы тең 0-ге. Ол бізде 2 тең 0 деген шықты. Яғни 2 0-ге тең емес. Демек, только шеткі 2 мәнді аламыз, 0 мен 1-ді аламыз. Яғни 2 көбейтеміз 0, ол бізде 0-ге тең, 2 көбейтеміз 1, ол бізде 1-ге тең. Демек, ең максимальный мән, ол бізде 1, ең үлкен мән. Демек, мода бізде болады 2-ге, жоқ 1-ге болады. 1-ді ойғанда 2-ге тең болады, 1-ге таксатасып кеттім, 2 көбейтілген 1, ол бізде 2 болады. Сонда мода бізде 1-ге тең. Түсінікті болады. Менде де j 0-ді қойдық, менде де j 1-ді қойдық. Сонда 0-ді қойғанда ол бізде 0-ге тең болды, 1-ді қойғанда 2-ге тең болды. Яғни 0 мен 2-ні салыстырамыз, ол ең үлкені 2. Демек, 2-ні қай мәнде қабылдап тұр? 1-де қабылдап тұр. Демек, мода 1-ге тең. Так, есеп түсінікті болған болар, Егер мода табуда бұл жерде ескереміз. Бұл жерде беріліп кішкентай f от x, яғни үлестірім тығыздығы беріліп тұр. Ал егер үлестірім функциясы беріліп тұрса, ондай жағдайда бірінші үлестірім тығыздығын тауып аламыз, яғни функциядан туынды аламыз, үлестірім тығыздығы шығады. И сосын сол тығыздықтан туынды алып, 0-ге теңестіріп, арғата түбірлерін табамыз. Бұл жерде де қоямыз, қайда қоямыз? Тығыздыққа қоямыз. Мына берілген үлестірім функциясына қоймаймыз, тығыздыққа қойып, үлкен мән анықтаймыз. Қай мәнді қойғанда үлкен мән қабылдап тұр, сол мән бізде мода болады. Так, есеп түсінікті болады. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Әзірге осы, сау болыңыздар.